Сәлеметсіздер ме, қадірменді көрермен? Алдарыңызда өздеріңізбен апта сайын дидарласатын әр шалғайдан айдары. Бұл рет сіздердің назарларыңызға Шинжаң фольклор жазушылар қоғамының мүшесі, мәдени мұраларды, археологиялық қалдықтарды зерттеп және реттеп, мәдени қызметімізге үзбей атсалысып жүрген Баяхмет Жұмабайұлы таныстырылған арнаулы хабарымызды назарларыңызға ұсынамыз. Ғасырлармен бірге жасасып келе жатқан қоңыр таулар мен сарадырлар, қыратты жоталар мен керім дала, сансыз тарих саралы кешулерге айғақ болып, қайсар тұлға қайтпас жігері танытып, ықылымнан бері адамзат тіршілігіне тиянақ болып келе жатыр. Осынау жер атты жалпақ әлемде жеті жұртқа билік айтып, небір әділ қазылармен билер өтті. Жүрген жер 30 рулы елге тең, жаны жайсаң жақсылар, ел үшін қан төгіп соғыс салып, еге ерлермен боздақтар өтті. Ата мекенінен айырылып, ақтабан шұбырынды болған елде өтті. Нелер бақиғалар болды. Алайда, тарих заңы, өмір заңы әне солай. Жаңбырдан кейінгі дүлей тасқын іспетті. Барлығын жалмап, көненің орнын жаңа толтырып, жуып жайып әкете береді. Тек күңгірлі таулар мен қоян жон қырқалар, адырлы жылғалар ғана барлығын үнсіз күзетіп, көңіліне тоқи береді. Сондықтан да өткен тарихты тек жер қойнынан ғана іздейсің. Жер өткені жайлы аңыз айтады. Болашағыңа болжам жасайды. Өйткені жер тарихы, ел тарихы. Бір ұлттың, бір елдің мәдениеті мен тарихын өткенін білу үшін сол жер бетінде қалған белгілерге жүгінуге тура келеді. Тарихтан қалған сол белгілер мен іздер зерттемендеріміз бен мамандарымыздың зерттеп ашуына мұқтаж. Көктоғай аудандық мәдениет мекемесінің қызметкері, Шинжаң фольклор қоғамының мүшесі Баяхмет Жұмабайұлы, әне сол тарих көшіп бүгінге қалдырған ұлтымыздың байырғы мәдени мұралары мен ауыз әдебиет қазыналарын зерттеп жүрген талантты зерттемендеріміздің бірі. Мәдени мұраны керексіз болмайды дейді халық. Халықтық мәдени мұраларымыздың көзі енді ашылып сыздықтап, арнасына баяу толып келе жатырсыз. Ел тарихын, жер тарихын зерттеп, мәдени қызметімізге үзбей атсалысып келесіз. Міне осыған қандай бір өрел ой, биік талғам жегуші болды. Мен негізінен ауыл қыстақта жүрмін. Енді біз жүрген, біз өскен ортада негізінен жартас суреттері, мына тас адамдар көп кезгеді. Бұның бәрі де жүрген халқымыздың өзінің тарихына қатысты нәрселер. Бірақ осы жартас суреттері мен тас адамдар жөнінде халқымызда көптеген әртүрлі көзқарастар бар. Бір кезде мен осы ауыл қыстақта жүрсем, осы жартас суреттерін талқандап, тонтамитқа жиып жатқан. Оның кейін тас адамдарды бұлар мынау тарихы белгісіз немесе моңғолдар болу керек деген атпенен бұны талқандап, басын үшіріп жүру, осындай түрлі ахуалдарды көрген. Ал кейін мен біздің ауылымызға мына Шинжаң бассейнінің профессоры Субиха Жолдас барды. Мен осыны жартас суреттері тас адамдар бар жерге аралатып жүрдім. Аралатып жүрсем, жанымызда бір жолдас кезігіп бұған сұрақ қойды. Сіз осы жартас суреттерін, тас адамдардың көбін мына қазақ тарихыменен қатысы бар дейсіз. Осы жерлерде ежелде моңғолдар мекенденген. Сонда бұның жартас суреттерінің қазақ тарихымен қанша қатысы бар деген пікірді көрсетіп еді. Мына сол профессор бұған қатты ашуланды. Тарих білмей тұрып сендер осылай сұрақ қойылған немесе бұлай сөйлеулеріңе болмайды. Моңғолдардың мекендену Шыңғысхан дәуірі кезі. Одан бұрын осы жерлерде Алтай, Тарбағатай немесе осы өңірлерде кімдер жасады? Осы тарихты білесіңдер ме сендер? Сондықтан тарихтан хабарсыз бола тұрып, мұндай көзқараста болсаңдар болмайды дегенді айтты. Бұл мен үшін бір үлкен көңіліме үлкен сұрақ қалдырып кетті.
Бұл бір мәселе болды маған. Енді бірісі мәлім бір кітапханада жүрген адам, мен бір жартас суреттер туралы бір мақала жазып едім. Осыдан маған бір күні кітапханаға бір ағасам, осы сенің әлгі жартас суреттер туралы жазған мақалаңды көрдім. Сонда осы біздің халқымызбенен қатысы бар депсің. Сонда жартас суреттерінің тіпті біздің халқымызбен қандай қатысы бар? Бұл жөнінде толық айтып тапсың сен. Тек қана мысалдар көне көрсетіпсің. Үлкен дәлел жоқ екен дегенді айтқан. Бұл менің кейбір осы нәрселер жөнінде ізденуіме тіпті де түрткі болды. Осындай түрлі себептер арқылы мен осы жартас суреттері, тас адамдар, өзіміздің арамызда халық ішінде жатқан түрлі ауыз әдебиеттер жөнінде өзім 70-80 жылдардан бастап ізденулер алып бардым. Енді мен мына ақын немесе жазушы болу еркінге азамат болу борышым деген сөзді көп естігем. Рас, әрқандай өнер иесі өзінің атсалысқан өнер сапарында ел үшін еселі үлес қоссам деп ойлайды. Енді өз басым осы ортада көміліп жатқан осындай түрлі халқымыздың асыл қазыналарының бір саласы емес, әр саласын, мысалы археология болсын, фольклор болсын, немесе басқа түрлі салалардың бәрінде құрғалтпай, бәрінде осы халықтың кәресіне жаратсам деген ойым бар. Әсіресе осы халқымыздың археология, этнография болсын, мәйлі фольклор жағындағы түрлі жақтардан біз халқымыздың тарихтағы басып өткен ізін, немесе халқымыздың арғы тегін анықтамасақ, біз халқымыздың салып кеткен зәулім сарайлары, немесе басқалай бір үлкен нәрселер жоқ болғандықтан, негізінен біз осы халықтық, тым болмағанда халықтық аңыз, ертектер арқылы ғана халқымыздың арғы тегін анықтайтындығымызды мен аңғарып, осы барыста көптеген жұмыстар істедім. Ал енді бұл барыста өзің айтқандай қиыншылықтар кезікпеді емес, кесікті. Мысалы, мен өзім осы салада үлкен кәсіп бітірмеген. Мысалы, осының дақшөсін төткен жоқпын. Әсіресе, мысалы, археология деген нәрсе үлкен ғылым. Бұл барыста бұл археологиялық жұмыстарды істеу деген нәрсе қарапайым әдеттегі сауяға келмейтін нәрсе. Ал мен енді осының бәрін, мен үлкен идеям, бұны зерттеп, немесе бұны бір үлкен өреге көтерейін деген емес. Менің басты идеям осыны құтқару. Зерттеу азабы көп механатты жұмыс. Ол қоғамдық қызметке араласқан 20 жылдан бері Өралтайдан тартып ертістің екі жағын кезіп, аттылы жаяулы жол басып, қарлы шоқылар мен сардаланы тексеріп, осы бір күрделі де жапалы қызметке өзін ардады. Ерте заман мәдени мұраларын зерттеудің бір ұлт мәдениеті мен тарихын тұрақтандырудағы маңызын жете түсінген халықшыл азамат, жұрт алдында сан ғасырлар бойы тылсым болып келген жұмбақ жайлардың шешімін табуды өзінің азаматтық борыш ретінде қарап, халқымыз талай ғасыр мекендеген Тарқан даласында қалдырған жартастағы, сынтастағы, күмбездердегі жұмбақ қалдықтарды зерттейді. Ақсақалды аталар мен ақсамайлы аналардың аузынан дерек жинап, ұмыт болып үзіліп бара жатқан деректерді қайталай жалғап құрастырып келді. Халқы да өзін игіліктес үшін арнаған азаматты қолдап қуаттап, қайда барса да мол дастархан жайып, өздері байқаған мәдени мұраларға дейін ертіп апарып көмек қолын берді. Міне бұл Баяқымет Жолдасқа терең шабыт берді. Зерттеу, дәлелді факт, тұжырымды ой, сындарды пікір, дұрыс көзқарас қажет етеді. Мұбада бұл шарт әзірленбесе, көнені жаңғырту, ескіні қайталау болмақ. Әрқандай қызметтің өзіндік қыр-месір болады. Сіз осы кәсіптің күдір жолындағы ізденістеріңізді айта кетсеңіз. Мен жоғарыда айтқандай,
менің негізгі мақсатым осы мәдени мұраларды құтқару дедім ғой. Бұлай дейтін басты себебім, мен қолға алып отырған осы халықтық мұралардың бәрінде мен сияқты бірер жеке адамның дәлелдеп анықтап бере алмайтындығы шындық. Бұлардың жауабын өзім отырған Шеткер районындағы Қатпаралы тау қойнауындағы жартас суреттерінен, немесе тас адам кешендерменен, халықтық ауыз әдебиеттерден, музыка өндерінен және өскен ортадағы қарттарымыздың алтын кеудесіндегі жатқан талай аңыз ертектерден және осының сорабын табуға болады. Зерттеу деген нәрсе іздену деген, әсте таныстыру бір нәрселерді бұған ұқсамайды. Зерттеуді басқаларды иландыра алатын ғылыми қуат болу керек. Ендеше мен осы салаларда арнаулы кәсіп бітірмегендіктен, жоғарыда айтқандай, өзім көрсетіп отырған осы мәдени мұралардың, өзім зерттеп отырған кейбір басқаларды қалай иландырып берем деген мен үшін де көптеген сұрақтар бар. Сонда әдеттегі жартас суреттері немесе басқалай нәрселердің нақтылы портретін немесе бір нәрселерді көрсетіп, мына осындай тарихқа екен деуге келмейді. Сондықтан осы салада мен көптеген кейбір қарттарымыздан немесе тарихи нәрселерден көптеген іздеулер алып бардым. Жоғарыда айтқанда 70 жылдан бері кездесіп әңгімелескен кәриелерімді мен естелігіме қарап отырсам, 1028 кәрие екен. Ал тау тас басып жүріп тартқан рәсімдерімді көрсем, 881 парша рәсім екен. Осының бәрі мына мұралық рәсімдер. Енді осыларды өзім ойлап отырсам, өзімнің осы іздену барысында қаншалықты жол басқандығым енді өзімде толық аңғара алмайтын ұқсайды. Ал енді зерттеу барысында бірер дәлел, бірер фактке жүгінуге келмейді. Тіпті тарихи жағдайда ел аңызын, ертегілер, бағанағы біз айтып өткен ана жартас суреттері, тас адамдар, халықтық аңыздар, осының бәрінде бір-біріне өбістіру арқылы белгілі бір дәлел алып шығу керек. Осының бір мысалына тоқталсақ, халықтық этнографияда мынау әзіргі ой өрнектер үлгілерінен келіп, осының келу тарихын байқайтын болсақ, осының маңыз мақсаты, оның қалайдан қалай келгендігі жөнінде бір ғажайып аңыздар бар. Мұнда арғы тегі түрлі наным сенімдерден, жеңістер мен жеңістерден, өздеріне ерен қамқоршы болған киелі сезілген аң құс, тау тас, мына аспан әлеміндегі шөп сияқты нәрселердің бәрінен осыған сенім арқылы, наным арқылы келгендігін біз байқаймыз. Мысалы, осының ішінде халықтық ой өрнектердің ішінде біз ең арғы тегін алып айтатын болсақ, мынау жебіші деген өрнек. Мынау 150 жылдың алдындағы түскүйгіз. Енді осы жебіші деген өрнекті біздің әзір қарап отырсаңыз, мынаның әзір өзгеруі көп. Ал енді осы жебіші өрнегін неге салды дегенде осыда үлкен мағына бар. Мысалы, жебіші өрнегін ертеде халқымыз жаугершіліктің тәсірінен өзінің ұрпағына немесе басқаларға бақыт немесе пәле-қаладан сақтану, жаугершіліктен аулақ болу деген тілек арқылы түскүйгіз немесе басқа түрлі ой өрнектерге осы түрлі бұйымдарға осы ой өрнекті салып берген. Бірақ үлкен осындай бір наным, сенім жатыр жебіші өрнегінде. Ал енді мына құс өрнектер, мысалы, құс түсіреді кейбір ой өрнектерге. Осы құс түсірудегі басты мақсат не дегенде, құс қанатымен ұшып, құйрығымен қонады. Ал енді өзінің ұрпағына немесе туыс туғанына, дос жаранына осындай ой өрнек ұсынудағы басты себебі осы құс сияқты берекелі болу,
сен қанат болғанда мен құйрық болып осындай бір берекелі тұрмыс өткізу, өмір өткізуді мақсат етіп береді. Ал енді мынау жүз неше жылдың алдындағы жарма орамал. Мына керегенің басына мына екі жағынан жарып іліп қоятын орамал. Мынада гүл өрнек бар. Мына гүл не дегенде өзінің ұрпағына өркениет тілеп, ұрпақты болу, өркениетті болу деген тілек арқылы беріп отырады. Осы сияқты мәйлі қайсында болсын, мысалы мынау да жүз неше жылдың алдындағы тұз күйгіздің міне шірінді болып қалғаннан табылған нәрсе болады. Енді осыда гүл менен мүйіз өрнектің екеуінің қосындысы бар. Осы гүл өрнек пен мүйіз өрнектің басты қосындысы қосудағы себебі, мүйіз өрнектің басты себебі қорасы қойға толсын, дастархан дәнге толсын, бай болу, бардан болу жөніндегі тілегі. Ал гүл өрнегін салудағы екеуін бағанағы айтып өткендей, ұрпақты болу, өркениетті болу, осы тілегіменен артына қалдырып отырады. Осы сияқты мысалы мынау тері бұйымнан жасаған мына бір кісе. Бұл да 150 жылдың алдында Бөстек деген салдың кісесі. Енді осы да міне тері бұйымға салған мүйіз ой өрнегі. Бес тұрман мынау. Бес тұрманға да міне құстың өрнегін түсіріп отыр. Міне жерде. Осы да бағанағы айтып өткендей тілек. Бұл да. Ал енді мына күмістер орнатады мысалы. Қаралап. Бұл күміс деген нәрсе тазалықтың символы дейді бұл. Бастысы. Халқымыз. Мысалы мынау байырғы қазақтың өзінің сырғасының мына салпыншақтар. Енді осы салпыншақ сырға, қоңырау сырға мына қоңыраулы болады, сылдырлап отырады. Бұндағы басты осы қоңырау немесе жасқа қыз балалар шолпы тағады, сылдырлатып. Осында басты себеп не дегенде бұда да мақсат бар. Бұдағы мақсат халқымыз чашқа жын албасты ұялайды. Сондықтан сылдырмақты нәрселер тақса, жын албастылар жоламайды бұған. Бұдан қашады. Пәлақала олақ болады деген себеппенен осындай сылдырмақты нәрселер тағып отырады. Ал енді көзді тастар тағады мысалы. Мынау бір көз тасты білесік. Осы көзді неге тағады дегенде, бірісі мынау асыл тастар пәлақаладан, оның кейін мына улы жылан осындай бақа шаяндардан сақтайды деген тілек бар. Енді бірісі мына асыл тастарға балаларға немесе үлкендерге таққанда көз түспейді бұған деген мақсатпенен тағып отырады. Осы сияқты халқымыздың өзі қол өнерлерінің бәрінде де көптеген маңыз мақсат мазмұндар жатады. Құсмұрын жүзік дегенді бастысы жаңағы тілек. Құстың қанатымен құйрығымен қонатын мақсаты негізін етіп береді. Бір-біріне осы арқылы ұсынады. Ал енді мынау түйме. Мынау енді араб жазуын жазылған түйме. Енді тарихта осы түймелер де мысалы адамның рәсімі болған. Мысалы жүзікте де болған мысалы осындай нәрселер. Жазу. Бастысы біздің мына араб мәдениетін қабылдамай тұрған кездерде негізінен осындай түйме, мына жүзіктердің бәріне кісілердің тасын бас мүсінін орнатқан рәсімін. Бұндағы себеп мұрагерлік негізінде мүсін түсіріп отырған. Кейін мына ислам дініне келгеннен кейін бастысы мына шаман дініне қарсы тұрып мына мүсіндерді шақты немесе осындай мүсінге сену дегендердің барлығында жоқсыздандырғаннан кейін ендігі нәрсе не болды дегенде түйме жүзіктерге бастысы мынандай ат жазатын. Басқалай мінәгі араби басқа тілектер тілейтін осындай жазулар қалдырып отырған. Ал енді мынау жақ. Кимешектің жақтары мынаdır. Кимешектің жағы мынада бұлардың өзі алдына 100 неше жыл болған жақтар мынау. Мынау зер жақтар мынада. Енді осы зер жақтарда мына тұрған жақ мысалы мынау жылан тіс өрнегін түсірген. Енді осыда да тілек бастысы пәлақаларынан сақтауды айтады. Енді мынау шытыра жақ. Зер жіппен салған. Мынау алтын жақ. Құйма алтынданған жақ.
Ал енді осы жақтардың бәрінде гүлдеп салу немесе бағанағы өрнектердің бәрін салып отырады. Енді бұдағы тағы бір біліп алатын нәрсе, мысалы мына жерде қалың мына ұсақ шытыра тұр. Егер мына алтынданған жақтың мына алтыны жоқ болып, бүтін мына жаққа тек осы шытыра ғана салынып отыратын болса, бұдан сол әйелдің немесе сол бәйбішенің күйеуі жоқ, осындай әйел екенін білуге болады. Жоғарыда көрсетіп өткендей алуан түрлі қол өнерлерінің түсірілген барлық ой өрнектерінің бәрі халқымыздың арғы тегін, мәдениетін аңғартатындығын байқаймыз. Енді жоғарыдағы халқымыздың сол мына қол өнер жағында, этнографиялық жақтағы кейбір наным сенімнен келген сол этнографиялық жалпы дүниелердің маңыз мақсаты негізінде сөйлемек нәрсе. Ал енді осыған байланысты біз мысалы бағанадан айтып өттік, жартас суреттері, тас адамдар жөнінде алып айтсақ та, бұл жөнінде біздің көптеген дәлелдеріміз бар. Мысалы жартас суреттерін жоғарыда мен айтып өткендей халқымыз өзінің мәдениетіне меншіктенеді. Мұнда басты себебі осы жартас суреттерінде біздің дүние ғалымдар болмасын, өзіміздің елімізде ғалымдар болмасын, көшпенді халықтың мәдениеті екендігін мойындайды. Ал енді көшпенді халықтың мәдениеті екенін мойындаса, бүгінгі күні қарап отырсаңыз, біздің халқымызда сол жартас, баяғыдағы жартас суреттерінің әйнін құрғатпай, өзінің қол өнерлеріне, дүниеміздікіне және де жаңғыртып әкеп отырғандығын көреміз. Мысалы, мынау осы бірнеше жылдың алдында бір жерден тартылған рәсім іргетшіге 4 түлік мал түсіріп отыр. Мынау жартас рәсімнен ешқандай айнымайды. Ал енді осы жақта мына жартас рәсімдер. Мұнда қалың әртүрлі малдардың рәсімдері бар. Ал енді жартас рәсімдеріне енді бір байқайтынымыз қайсы дегенде, жартас рәсімдерінде сол дәуірдегі экологиялық ортаның қандай болғандығы. Мысалы, мына жартас рәсімдерінде қарап отырсаңыз, осы күнгі экологиялық ортада жоқ кейбір айванаттар болатын. Осы айванаттардың бұрын бар мына ортада, кейін келе жойылып кеткендігін осыдан анықтауға болады. Мысалы, көптеген әсіресе сардарлардың сол кездегі өмір тарихын байқауға болады. Мысалы, мына рәсімдер мынау кісі тас мүсін. Ал мынау жартас рәсім. Енді осында мына жартас рәсімде мынау да құралды жасақ, құралымен тұр. Ал мынау күрз үйіріп тұрған адам. Сонда жартас рәсімменен бұл екеуінің маңызы негізінен мазмұны ұқсас келеді, бір-бірін жаңғыртып отырады. Ал жартас рәсімі кісі тас халқымыздың өмірінің жаңғырық екендігін осыдан анықтауға болады. Енді осы жоғарыда айтып өткендей, осы халықтық этнография, халықтық мұралардың ішінде осындай бір күрделі мәдениеттің, күрделі халқымыздың мәдениетінің тегі-текті жатқанын көрген екенбіз. Ендеше осыны анықтау барысында көптеген қиыншылықтар кезігеді. Бұны қалай анықтау, елмен қалай кеңесу, мұралардан қалай пайдалану деген. Бірақ бұл қиыншылықтар біз үшін алғанда еңбегіміздің осы бір нәтижені халыққа жеткізіп бере алсақ, осыны халыққа түсіндіре алсақ, біздің осы басып өткен ізімізде қиыншылығымыз еш қажетсіз демекші. Баяқыметтің 1992 жылы Шинжаң жоғары оқу орындары ғылыми мақалалар жинағының бірінші санында жарияланған «Ескілер ел мұрасы» атты мақаласы жартас суреттері, мықтың үйі, кешендер және олардың тегі жөнінде тың ой толғады. 1993 жылы Ұлттар ынтымағы журналының екінші санында басылған «Таңбаларымыздың тегі жазу» деген еңбегінде жартас суреттерінде кезігетін таңбалар мен көне жазулардың қазақ таңбалар мен ұқсастығын сөз ете келіп, осы таңбалардың арғы тегінің жазу екендігі жөнінде нанымды болжамдарды ортаға салды. Әрі бұлардың халқымыз тарихын, өте-мөте жазу тарихын зерттеуде құнды материал екендігін атап көрсетті. Ол халық тарихын, ел тарихын зерттеуде ел арасында халық аузында таралып жүрген аңыз әңгімелері мен халық жырлары, қисса дастандарына да сүйенді. Бірақ
Халқымызда аңыздан артық ақиқат болған ба? Әрбір дәуірге, әр мезгілге тән аңыз әңгімелер бұлтымыздың шұғылалы тарихи мен бай мәдениетіне уәкілдік етеді. 1990 жылы бүкіл еліміз көлемінде халық аңыз ертегілері, халық өлең жырлары, мақал мәтелдері осы 3 саладан құралған 3 кітап шығару жұмысы басталды. Автономиялы районымыз бүкіл 3 кітапқа халық қиса дастандарын қосып 4 кітап қылып шығаруды қаул етті. Осыған орай ол қолындағы бар материалдарды реттеп кем жерлерін Алтай өңіріндегі көз қарақты көнекөз кореялардан толықтап, баспадан шығарып, оқырмандармен бет көрістірді. 1994 жылы Күй аңызы деген кітабы баспадан шықты. 1995 жылы Әсемөнер фотосурет баспасы жағынан шығарылған Дала тағылым атты кесек ғылыми еңбегі бұлттық тарихымыздың, еңбекшіл қайсары халқымыздың мәдениетін, тұрмысын бейнелеп берді. Бұл Дала тағылым атты кітап қазақ тарихын зерттеушілер үшін тың жол ашқан тамаша бастама. Ол халық өнерінің тарихи айғағы. Тылсым жартастардағы бабаларымыздың ермек үшін емес, ертең үшін қара жартасқа ойып қалдырған қолтаңбалар. Тайпалық дәуірдің туындысы. Ол жаңа ерадан бұрынғы 185 жылдан 332 жылдары қолданған Караушын жазуымен кейінгі Брахим жазуы Орхон Енсе жырындағы Рона жазуымен ондағы әріптердің таңбалануымен ұқсастық тауып тұрғанын байқап, ғылыми түрде таңбаның тегі жазу деген пікірді тағы бір рет ысбаттады. Ол бұл кітабында бұдан басқа Көктоғай ауданына қарасты Ертіс өзені бойындағы Бұраты, Жыраты деген жерлердегі жартас суреттерінен жабайы сиырлардың, алып крокодилдардың, қалталы қасқырлар мен шаяндардың бейнесі көрнектелген жартас суреттерін, Жалғыз төбе деген жерден табылған су жылқысының суреттерін көрсетіп, осы жануарлар кезінде осы өңірде жасаған экологиялық ортаның бұзылуымен тұқымы құрған деген тамаша ойды ортаға салды. Оның бұл ойын Көктоғайдың Өндірқара өңірінен табылған алып динозавр мен Көктоғай орта жайлауындағы Байжұма сайынан табылған су жылқысының бас сүйегі нақтылы заттық фактімен дұрысқа шығарды. Қоз көрпеш баян сұлу жыры халқымыздың сан ғасырға дәуір тынысы мен ұлттық мәдениетін әйгілеген ғашықтық эпос. Халық арасында бұл жырдың 20 неше варианты бар болып, жырдағы вақиғаның уақыт кейіпкер тағдыр орны түрліше баяндап келеді. Сондықтан қоз мен баянның құлыптасы Қазақстанның Аягөз өңірінде деген ұғымды қатып семген күйде тұрақтандыруға болмайтындығын Шұғыла журналының 86 жылғы 6 санында ортаға салды. Талаппен ізденіс қос қанатқа, қыранның талмас қос қанатына ұқсайды. Ал талаптының табысы қашанда мол болады ғой. Ізденімен талаптануды бір сәтке тоқтатып қоймаған Баяхмет Жұмабайұлы ел арасындағы жаңалықтар жайлы қалам тербеп, дәуір тынысыны еріп, партияның ақпарат істеріне де белсене атсалысты. Өнердің әр қырынан бой көрсетіп жүрген талапты азамат әдебиет жасампаздығына да атсалысып жүр. 1978 жылы Дүкендегі жас деген әңгімемен әдебиет майданына қосылған оның қазірге дейін 3 повест, 50-ден астам әңгіме, 7 әдеби сын мақаласы, 15 очергі жарияланды. Әкемнің естелігінен атты әңгімесі Батыс терістік Аз ұлттар журналында қанзу тілінде аударылып жарияланды. Ол осындай есел еңбектерінің нәтижесінде 93 жылы автономиялы райондық 4 топтама кеңсесі жағынан, 95 жылы Іле облыстық Аз ұлттар байырғы шығармалар басшылық группасы жағынан үздік қызметкер болып өнер төрінен орын алса, 1995 жылы 8 айда Шаңшында өткізілген батыс солтүстік 15 өлкенің шығарма бағалауында Дала тағылым атты еңбегі 2-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Сөйтіп оның есімі 1995 жылғы Жұңғы мемлекеті көркемөнер саласындағы осы заманғы әйгілі адамдар жинағына енгізілді. Туған халқының мәдениеті мен тарихын көз қарашығындай қорғап, зерттей білген аяулы азамат 18 қиса дастан, 2000-нан астам аңыз әңгіме, 170-тей жыр, 1800-ден астам мақал мәтел жинап, ауыз әдебиет 16 топтамасынан 5 кітапқа редакторлық істеді. Осы барыста ол 1000-нан астам көнекөз қариялармен, ауыл ақсақалдармен кезігіп, олардың аузынан өткен тарих кешулерін
өмір өткөлдері мен аңыздарды естіді. Ол жинабрет деген қазақ балаларының 100-ден астам байырғы ойындары Шинжаң телевидениесі жағынан кескенге түсіріліп болды. Талаптының өрісі қашанда кең болады ғой. Біз талапкер азамат Баяхмет Жұмабайұлының алдағы өнер сапарына кең өріс, биік мәртебе тілейміз.